Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шарлотка дайындайтын боламыз. Яғни сіздерге шарлотканың басқа оңай рецептімен бөлісетін боламын. Осындай өте биік, арасы пышный болып шығатын және де арасы шикі болмай піседі. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Құпия рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше ыдысымызға, яғни құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, одан кейін шекерімізді салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Негізі мен өте ұзақ араластырдым. Видеода қысқартып көрсеттім. Сіздер де осылай 5-10 минут араластырсаңыз, яғни 5 минут араластырсаңыз да жетеді. Осылай қараңыздар, өзгеріп жатыр. Осылай көпіршік болып, қазір массамыз ағарады. Соған дейін миксерді ең азынан бастап жоғарылата беріп, осылай көпіргенше ағартамыз. Қараңыздар, қалай көпіріп пышный болды. Енді ұнымызбен қопсытқышымызды салып, негізі венчикпен араластырыңыздар, бірақ мен шатасып миксермен араластырып қойыппын. Негізі венчикпен түйіршік қалдырмай ұнды толық араластырсаңыздар да болады. Одан кейін ұнымыздың жартысын салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Енді кез келген алманы сыртын ашсаңыздар да болады. Негізі ашмай турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Мен осылай жартылай турап алдым, әдемі көріну үшін. Енді ыдысымызға салып, менде 20 диаметр, 22 диаметрде менде жасай берсеңіздер болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз да, осылай алмаларымызды әртүрлі пішінде етіп сала берсеңіздер болады. Қоршап салсаңызда да болады, осылай салсаңызда да болады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны бас қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Небәрі 3 ғана заттан дайындалады. Ең бастысы тестаны, осылай көпіршіп, пышный болып тұрған тестамызды басып алмай, венчикпен жай ғана араластырып, төменнен жоғары қарай араластырсаңыздар, құпиясы сонда. Сіздер егер массаны бұзып алсаңыздар, онда қамырларыңыз отырып қалу мүмкін. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Қараңыздар, арасының қалай пышный, биік болып шыққанын, піскенін шпажканың көмегімен анықтайсыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.